Қарға мен кірпі. Баяғыда Сүлеймен деген патша кірпі мен қарғаға былай деп бұйрық береді. Сен қарға бір күнде жер дүниені аралап, бір жақсы сайрайтын құс тап. Ол құсты менің бас жағыма әкеліп отырғыз. Таң атқанда ол құс мені сайраған даусымен оятсын. Ал сен кірпі барып жер жүзін тінтіп, бір жұмсақ нәрсе тап. Ол нәрсені әкеліп дәл менің жастығымның үстіне бетіме тақау қой. Құстың сайрағанымен оянған кезде бетім сол жұмсақ нәрсеге тисін. Қарға дамыл таппай көп жерді аралап, көп құстың сайрағанын естиді. Бірақ бұған бірде-бір құстың сайрағаны ұнамайды. Мұның ойлауынша бұлбұл және басқа құстар жаман сайрайтын болып көрінеді. Даусы жақсы құс таба алмай, қарға сорлы қайғырады. Енді маған өлім келді ғой, деп таң мезгілінде шаршап шалдыққан қарға ұясына қайтады. Анасын көрген соң балапандары қарқылдай бастайды. Бұлардың қарқылдағаны қарғаға сондай әдемі, сондай нәзік көрінеді. Бұлардың қасында бұлбұл және басқа құстар әлде қайда жаман сайрайтын боп көрінеді. Қарға қуанып балапандарын Сүлейменге әкеліп, бас жағына ұя салып, соған отырғызады. Кірпі де дамыл таппай жер жүзін кезіп, жұмсақ нәрсе іздейді, бірақ еш жерден таба алмайды. Бұл да жалығып, арып, ашып, үңгіріне қайтып келеді. Анасын көрген соң балалары алдынан шығып құшақтайды. Кірпі де құшақтайды. Кірпіге балалардың денесінен сондай жұмсақ боп сезіледі. Сонда ол жер бетінде менің балаларымнан жұмсақ еш нәрсе болмас деп ойлайды. Балаларын Сүлейменнің сарайына алып барып, жастығының үстіне жатқызып қояды. Таң атады, қарғаның балапандары қарқылдай бастайды. Сүлеймен оянып оларға қарай бергенде, мұның бетіне кірпі балапандарының түрпі тікендер қадала кетеді. Қараса қарғаның балапандары мен кірпінің балалары екен. Сүлеймен ашуланып, қарға мен кірпіні шақыртып алып, жендеттеріне бұларды басын кесуге бұйырады. Жазалы болған қарға мен кірпі таттақсыр дейді. Сүлеймен айт татыңды дейді. Жазалы екеуі өздері істеген ісінің бәрін бастан аяқ баян етеді. Сонан соң Сүлеймен әркімге өзінің баласынан артық көретіні жоқ екен ғой. Баласы өзіне балдан тәтті, оттан ыстық, күннен де жарық, мамықтай жұмсақ екен ғой, деп қарға мен кірпіні жазадан босатып жіберіпті. Түлкі мен бөдене. Өткен заманда түлкі мен бөдене екеуі айырылмас дос болыпты. Екі дос талай жерді шарлапты, талай қызық көріпті. Күндердің бір күні досым мені күлдірші депті түлкі. Жарайды, күлдірейін. Сен менің артымнан ерде отыр, мен ұшамда отырам депті бөдене. Сонымен бөдене ұшыпты да отырыпты, түлкі соңынан жүре отырыпты. Бір жерге келсе, бір кемпір сиыр сауып отыр екен. Шалы бұзауды ұстап тұр екен. Бөдене ұшып барып, сиыр сауып отырған кемпірдің басына қона етіпті. Түлкі анадай жерде тығылып қарап тұрыпты. Бөденені көре сала, кемпір қозғалма, мен мына бөденені бір соғып алайын депті шал. Жарайды, бірақ қатты соқпа депті кемпір. Шал жерде жатқан күректі алып салып қалғанда, бөдене ұшып жөнеліпті. Күрек кемпірдің басына тиіп, кемпір құлапты. Шелектегі сүті төгіліп қапты. Түлкі ішек сілесі қатып күліпті. Досым, күлдің бе? Депті бөдене. Күлдім досым, күлдім. Разымын досым, разымын депті түлкі. Күндерде бір күні түлкі. Ал досым, енді мені мықтап тұрып қорқытшы депті. Қатты қорқытайын ба? Ашуланбайсың ба? деп сұрапты бөдене. Жоқ, ашуланбаймын, қатты қорқыт депті түлкі. Жарайды, қорқытайын, бірақ сен көзіңді тас қылып жұм. Мен сенің төбеңе қонып, екі қанатыммен көзіңді жабамын. Содан кейін сен жүрде отыр.
Оңға десем оңға, солға десем солға жүр. Қашан мен төбеңнен ұшып, көзіңді аш дегенше ашпа депті бөдене. Сонымен бөдене түлкінің төбесіне қонып, екі қанатымен көзін жауыпты. Түлкі көзін тас қылып жұмып, бөдененің жүр деген бағытына жүріпті де отырыпты. Осылай жүріп келеді, бір кездері бөдене аш көзіңді деп ұша жөнеліпті. Түлкі көзін ашып жіберсе, тазы еткен бір топ аңшыға таяп қалған екен. Аңшылар қызыл түлкіні көре сала қиқулап қуып беріпті. Түлкі қашып беріпті. Әрі-бері қашқан соң түлкінің алдынан қалың орман кез болыпты. Түлкі жалт беріп орманға келіп, аңшылардан әзер құтылыпты. Бір кезде бөдене келіп, қалай досым, қорқыттың ба деп сұрапты. Қорқытқанда осылай қорқыт деп бедім? Деп түлкі бөденені бас салып жемек болыпты. Бөдене түлкінің аузында тұрып, досым, ұзақ жыл дос болып, ойнап күлдік, талай қызық көрдік. Қазір мені жегелі тұрсың. Қайтем, жесең же. Бірақ осы күнге дейін аты жөнімізді сұрап біліскен емеспіз. Жесең де атымды айтып жесейші. Ақырғы тілегім болсын депті. Ал айта ғой, атың кім еді? Депті түлкі. Атым Маңғыт депті бөдене. Маңғыт дей бергенде, аузыңа саңғыт деп бөдене ұша жөнеліпті. Осыдан былай түлкі мен бөдене достықтан айырылысыпты. Қой мен қасқыр. Өрісте бір арық қой жалғыз қалыпты. Қалың шілік арасынан шыққан қасқыр жалпақ даланы аралап келе жатып, әлгі қойға тап болады. Қуанып кетіп, жерік асым-ай, қайдан жүрсің? Іздеп таба алмаушы едім, бұйырған асым екенсің. Өзің аузыма өзің келіп түсіп тұрсың. Енді асықпай бір тояйын, дейді. Ажалым жетсе амал бар ма, дейді қой мұңайып. Бірақ өзіңде мал танығыш едің ғой, қараш түрме. Аузың толар етім жоқ, тұла бойым шандыр. Мені қайтесің? Босат, қойға барып, қозымды әкеліп берейін. Қозының былқылдақ жұмсақ етіне қызыққан қасқыр әлгі арық қойды босатып жібереді. Қой ортаға қарай зыта жөнеледі. Қасқыр жұтынып қойып, қойды ұзақ күтеді. Сонан соң қой баласы момын, аңқау болушы еді. Сірә оны ешкі сұм азғырған шығар, барып көрейін деп жорта жөнеледі. Бір белеске шығып, жан-жағына көз салса, қарсы алдында бір ешкі жүр екен. Сені іздеп келіп едім, деп қасқыр ешкіні бас салады. Атаң да, анаң да жақсы кісі еді, дейді ешкі жалбарынып. Қой тұрғанда мені қайтесің, одан да мен билеп сенің көңіліңді көтерейін. Ондай өнерің болса, көрсет қане, дейді қасқыр. Онда босат мені, дейді ешкі лепіп. Қасқыр босатып жібереді. Ешкі биік бір тасқа шығып алады. Қасқыр қане биле енді, дейді. Ешкі айласын асыра түседі. Ендіше менің аяғымнан көз алмай қарада тұр. Ешкі секіре тастан тасқа шығып кетеді. Қасқыр ешкінің аяғынан көз алмай отыра береді. Сол арада қойшы келіп қалып, қасқырды қуа жөнеліпті. Жылан мен жылан бір тышқан тамақ аулап ініне қайтып келсе, онда бір жылан жатыр екен. Тышқан мұнан жаман қорқып, қуып шығуға батпай, ақыл сұрай өзінің қайғысын айтқалы көршілеріне барады. Ақылды тышқандар жиылысып отырып кеңесін айтыпты. Сен ол інді тастап, өзге ін қазып ал. Жылан сенің ініңді тартып алғаны әділдік емес. Бірақ оған қылар еш айла жоқ. Оған тисіп не қыласың? Мазасын ала берсең, өзіңді жеп қояды. Оған ештеңе қыла алмайсың. Тышқан бейшара қайғырса да үндемей қойыпты. Бірақ қалайда кегін алуды ойлайды. Бір күні сейілдеп келе жатса, іннің аузында жыланның күн шуақта жылынып жатқанын көріпті. Жанында бір кісі ұйықтап жатыр екен. Тышқан барып, оның мұрнын тістеп алып, жыланға қарай тұра қашыпты. Кісі оянып тұра қуады. Қараса алдында жатқан жыланды көреді. Тышқаннан мұның зияны көбірек болған соң,
Кісі жыланды өлтіруге алданып қалыпты да тышқанды қоя беріпті. Сөйтіп кегі қайтқан тышқан өз ініне келіп тұрыпты. Түлкі менен қоян. Әуелде түлкінің құйрығы жоқ еді. Құйрығының жоқтығы оған бек қатты залал келтірген, өйткені жүрген ізін жасыра алмайды. Әрдайым түлкінің артына түсіп аңдып жүріпті. Бір күні қасқыр барып оның ініне кіреді. Егерде түлкінің інінің басқа жағындағы аузынан шығып кетпесе, өлтіріп тастар еді. Әлден соң түлкі ағаш ішіне кіріп кетіп, ағаштың түбінде тұрған қоянды көреді. Ол мезгілде қояндардың құйрығы ұзын болып, шапшаң жүгіргендеріне ыңғайсыз болып тұрушы еді. Сол жерде түлкі қоянды ұстап алып, өлтірмекші болып жатқанда қоян айтады: «Мені өлтірме, саған құйрығымды берейін» деп уәде қылады. Мұнысына түлкі көніп, екеуі сол жерде құйрықтарын айырбастайды. Содан бері түлкінің құйрығы ұзын болыпты, қоянның құйрығы қысқа болып қалыпты.